Ыбырай Алтынсарин әңгімелер жинағы Байұлы. Байұлы 7 жасар күнінде ел көшіп көп балалар біреу тайына, біреу атына мінгенде бір бала жыламсырап қарап тұрып қалды. Мұны көріп Байұлы қасына барып, "Сен неге атыңа мінбейсің?" деді. Бала қамығып, "Атым жоқ, көшкенде әжеммен түйеге мінуші едім" деді. Сонда Байұлы аттан түсіп, жаяу әкесіне барып, "Мен атқа мінгенде ер тоқымымен маған бір жорға тай атап едіңіз. Сол тайымды біреуге берсем сіз ұрыспайсыз ба?" деді. Әкесі, "Кімге бермекшісің?" деді. Бала қысылыңқырап тұрып, жаяу жылап тұрған жарлының баласын көрсетті. Бұған әкесі де түсініп, бетінен сүйіп, "Тайыңды кімге берсең де, еркің өзіңде" деді. Сонан соң Байұлы қуанып, тайды ертіп, манағы балаға әкеп беріп, қасына ертіп алды да, шауып кеп, көп балаға қосылды. Сол уақытта бір ақсақал жақсы кісі қонақ болып жатыр екен. Байұлының әлгі мырзалығын көріп, разы болып, сыртынан бата берді. "Ей Құдайым, бұл балаға ұзақ жас бер, мал мен бас бер" депті. Сол кісінің батасы қабыл болып, ақырында Байұлынан 12 ұл туып, бәрі де асқан бай, елге бас болыпты. 12 ата Байұлы деген ру сонан тарады деседі.